Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен балды торт рецептімен бөліскім келеді. Мен бұған дейін ең дәмді, нәзік, жұмсақ рецепт істеген болатынмын. Енді таптым, оны сіздермен бөлісемін. Ең алдымен 2 жұмыртқаға қантымызды қосып жақсылап араластырамыз. Тортқа қосатын барлық ингредиенттердің мөлшері видеоның астындағы описаниеде жазулы. Жақсылап араластырамыз. Осыдан кейін сары май қосамыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Ерітілген немесе қатып тұрған сары май емес. Жақсылап араластырамыз. Осыдан кейін 2 қасық бал қосамыз. Бал табиғи болу қажет. Натуральный бал. Сүтімізді құямыз да жақсылап араластырамыз. Енді ыдысымызды алып, қайнап жатқан судың үстіне қойып қыздырамыз. Яғни водяная баня. Толықтай еріту керек және міндетті түрде араластырып тұрамыз. Маса ыстық болу керек, бірақ қолды күйдіретіндей емес. Осы кезде сода саламыз. Жақсылап араластырамыз, оттан аламыз. Ұнды көп қоспау керек. Егер артық қоссаңыздар, біздің қоржымыз қатты болып кетеді. Қамырымызды біркелкетіп араластырамыз. Яғни бұл кезде қамырымыз дайын болып қалды. Оның консистенциясы қаймақ сияқты қою және осылай созылып тұру қажет. Оны тоңазытқышқа 1 немесе 2 сағатқа қоюға болады. Сол кезде қатай формаға енетін болады. Қамырымыз дайын болған 9 бөлікке бөлеміз. Оны аздап ұн сеуіп жаямыз. Жұп-жұқа болу қажет. Және ыңғайлы болу үшін бірден пергаментке жаюға болады. Пергаментте барлығын жайып дайындап қойдым. Ол дөңгелек болу міндетті емес. Себебі қамыр піскеннен кейін соны формаға салып дөңгелек етіп қиып аламыз. 180 немесе 200 градусқа қамырымыз. Яғни пешіміз алдын ала қыздырылуға қажет. Шеттерін бөлек алып қаламыз да блендермен үгітіп аламыз. Бұл әшекейлеу үшін. Келесі біз тортымызға крем дайындаймыз. Ең алдымен сүтімізді кастрюльге құйып қайнатып аламыз. Орташа отқа құямыз. 10 минут кетеді оны дайындау үшін. Және сүтіміз қайнағанша 2 жұмыртқаға қант қосамыз. Одан кейін крахмал қосамыз. Біркелкі болғанша араластырып, ыстық сүтіміз дайын болып қалған кезде осы жұмыртқамыздың үстіне ыстық сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Және ол жұмыртқамыз пісіп қалмау үшін тез араластырған жөн. Бұны араластырған кезде масса ақырындап қоюлана бастайды. Қоюлана бастаған кезде астында от қоямыз. Сол кезде қоюланады. Және сол кезде сары май мен ванилин қосамыз. Ванилин дәм беру үшін. Аздап бөлме температурасына қоямыз. Дайын болған кремді, яғни салқындап бөлме температурасына салқындағаннан кейін крем жағамыз. Крем жағып болғаннан кейін 1 сағатқа немесе 1,5 сағатқа тоңазытқышқа қоюға болады. Дәмдері
бір-біріне араласып сіңу үшін. Міне тортымыз дайын болды. Өздеріңіз дайындап көрсеңіздер, нәзік, сондай өте дәмді, міне қабаттары жұқа екеніне көздеріңіз жетеді. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға жазылып лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.